Barchaga salom do'stlar. Sizlarмен sport жаңалықтары. Videoni boshlamas burun arnaga tirkelib, videoga like basib, kommentariya yozamiz do'stlar. Biz sonda boshladik. Jay g'ana nokaut emas, Alimxanұлы battle ma'lumdeme jasadi. Қазақстандық Жанибек Алимханұлы Top Rank компаниясының Twitter желісіндегі жазбасына жауап жазды деп хабарлайды. 12 қарашада Жанибек WBI белбеуін алғашқы рет британиялық Дензил Бентлиге қарсы қорғайды. Вегаста Алимханұлының тағы бір жыл нокауты бола ма екен делінген еді Top Rank жазбасында. Жанибек бірден былай деп жазыпты: "Иншалла, мен оны нокаутқа түсіремін. Жай ғана емес, жыл нокауты болады" деген. Риота Мурата Головкиннің Канелодан жеңілу себебін айтты. Орта салмақта әлемнің бұрынғы чемпионы Риота Мурата Yahoo Japan басылымына берген сұхбатында Геннадий Головкиннің мексикалық Саул Канело Альварестен жеңілгенін қатысты пікір білдірді деп хабарлайды. 17 қыркүйек Лас-Вегаста T-Mobile аренада трилогия Канело төрешілер шешімімен басым түсті. Головкиннің жұдырықтасу стилі неге ондай? Қысым жақсы болды, бірақ аздап жетпеді. Өзі мықты болса да және соққын күшті болса, қоны пайдалану керек. Бірақ бір жағынан жасын келгенде өзіне зиян келтіре берген келмейді. Солай болды деп ойлаймын. Канело мен теңдей жекпе-жек болды деп ойлаймын. Бірақ Головкиннің стилі өзгеріпті. Жеп жасап, шегіну бар. Осылай етпегенде жеңетін еді, дейді Мурата. Еске салайық, 9 сәуір сайтамда Головкин 9 раундта Муратаны нокаутпен жеңіп, WBI супер белбеуі иеленген еді. Сіздермен спорт жаңалықтары болды. Арнаға тіркеліп, видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Ең соңғы жаңалықтар тек қана бізде болады.